Атыраудағы 38-ші мектеп лицейінің 9-шы сынып оқушысы 8-ші сыныпта оқитын баланы ұрғаны туралы видео тарады. Бұл мәселе министрдің назарына ілікті. Понятие «травля» или «буллинг» законодательно закрепят в Казахстане. Как сообщила депутат Мажилиса Динара Закиева, определение планирует ввести сразу в 2 законах. Атырауда баласы 1 жылдан бері мектепте әлімжеттік көріп келе жатқан атана араша сұрады. Каждый 5-й школьник в Казахстане подвергается психологическому и физическому насилию со стороны учителей и сверстников. Сәлем. Хей. Сәлем, мен есім Айару, сендерге жаңадан келдім. Сәлем. Не ақ тұрсыңдар? Тәтті су ішкім келіп тұр. Анаған айта келсін. Кімге? Естідің ғой. Асханаға барып, тәтті сусын алып кел. Қазір ма? Я. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біздің сыныпқа бүгін жаңа оқушы келді. Айару Мұратқызы, тақтаға шықсаң. Алдағы уақытта достасып кетесіңдер деген үміттемін, балалар. Бәріне сәлем, менің есім Айару, танысқаныма қуаныштымын. Қошеметтеп қояйық. Айару ойдан келген бе? Немене? Отыра қой орныңа. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз қызық болмақ. Сендерге ұнайды деген үміттемін. Апай, Ау? далаға шығып кетсем бола ма? Жаңа ғана үзіліс болды ғой. Сол кезде не істедің? Болмайды, бүгін сабағымыз өте қызық болмақ. Ей, сорлы, жаңа неге мен айтқанымды істемейсің? Апай жібермеді ғой. Апайың мені қызықтырмайды. Мен айттым ба, істеуің керек. Мынаны жақсылап тұрып сазайым берейік. Бол, тарт қане. Арал кешірші, екінші қайталанбайды. Айтқанымды дер кезінде істемегендердің халі осы. Жақсылап тұрып тарт. Ей, жіберіңдер қане. Бұл жерде менің айтқаным заң. Сен жаңа келіп алып секірме. Әлде сен не қиналғың келеме? Сенімен сөз таластырып тұратын уақытым жоқ, түсіндің ба? Қыз бастарыңмен ұялмайсыңдар ма? Жүре ғой, күн салғын. Мынауын қызық болайын деп тұр ғой. Айару, рахмет саған мені қорғағаның үшін. Оқасы жоқ. Олардың қылығы не деген сұмдық, оңбағандар. Айару, сен олардың жолына тұрма. Оларды көрсең қайта қаш. Әйтпесе халің менде болады. Мен олардан қорықпаймын. Сен не үшін қорқасың? Мен сен секілді батыл емеспін. Оны саған кім айтты? Батылдық жүрегіңде, мүлде ешкімнен қорықпа. Сен оларды білмейсің. Олар сенің ойыңа келмеген тірліктерді істейді. Ал мұғалімдер ештеңе демей ма? Сен көрмедің бе? Мұғалімдер үндемейді, өйткені оның ата-анасы үлкен қызметте жұмыс жасайды. Сондықтан Марал қалағанын жасайды. Бұл не деген сұмдық? Бұған жай қарап отыруға болмайды ғой. Сен өз мектебіңе ауысқаның дұрыс.
Мен олар деп ешқайда ауысып кетпеймін. Бәрін уақыт көрсетеді. Вай, ұрсын қара. Шыбынды өлтіру үшін жаттығып атсың ба? Қабақ. Таяқ жегің келіп тұр ма? Тілін қара. Достар, айтыңдаршы, осындай барды спортқа кім алады? Тіреп тұратын ешкім жоқ болса, осындай жетім семіздерді не істейді? Ойланып сөйле, менің күрім саған тумас. Жасар, неге төбелес жатсыңдар? Не жетпей қалды? Неге жетім екенімді бетіме баса береді? Бастайық. Бекжан, бірінші сен айтасың, жарай ма? Кеттік. И. Ой, жарайсың, кәнекей. Дауысташамыз. Керемет. Бәрекелді. Енді Мақсат, сен айтасың. Дайындал, кеттік. Дауысты шығарамыз. Шығарамыз дауысты, Мақсат. Тағы да. Тағы да. Мақсат, сен дайындығың аз. Сондықтан бұл жолғы конкурсқа Бекжан сен барасың. Қазір келемен. Ой, кім болды екен бұл? Ой, саламатсыз ба? Бекжан, Мақсат, алдымызда болатын конкурсқа Мақсат баратын болды, Бекжан. Неге? Солай болып тұр. Ақшаға не? Каспийде менікі. Салып қой. Менде наличка бар. Көрген амансыз бесін?
көреңіз. Оталдырып қойын. Қортық қой мынау. Мынау не? Тасымасын орындадың ба? Жоқ, бүгін орындай алмай қалдым. Балам, келдік, бара ғой сабағыңа. Анашым, бүгін сабаққа қатыспай ақ қойыңызшы. Не үшін қатыспайсың? Білмеймін, мазам болмай тұр. Жайшема сенікі? Айтпақ шашыңды не үшін алдырып тастағансың? Алды керек болды, алдым. Ерлан, бері қара. Осы саған мектепте ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Шынымды айт. Қазір барам мұғаліміме мен. Жоқ, анашым, ешкім тиісіп жүрген жоқ. Шынымды айт. Иә, бәрі жақсы. Оппана! Айда жүр десем? Қортық! Шашың қайда? Шығар бұл тез. Бүгін үйден ақша алып шығып қоямын, саған келіп жолы берейінші. Сен күліп алдап тұрсың. Қазір тиын тебелмейші қағып аламын. Мынау не? Кәмпиттің қағазы ма? Ол ақша өзіме керек еді. Саған келіп жолы берейінші. Сен есіңді кіргізіп қоятын уақыт жетіпті. Егер фигураның периметрі 32 сантиметр екені белгілі болса, осы фигураның ауданын табыңдар. 48 болады. Сен ойланбайсың ба не? Әлде басын қатты істеп кетті ма? Жауап дұрыс емес. Қалай дұрыс емес? Мен дұрыс шығардым ғой. Мен саған дұрыс емес деймін жауап. Сен өзіңді ақылды санайсың ба? Неге дұрыс емес? Мұғалім бұл жерде менмін. Мен саған айттым, дұрыс емес деп. Мен бар жоғы есепті шығарып отырмын ғой. Сөз қайтарма деймін саған. Әлде қазір сыныптан қуып шығайын ба жалаң аяға? Мен есепті дұрыс шығардым ғой. Қана дәлелдеші. Квадратта 16 жағы бар. Демек, 32-ді бөлеміз 16-ға. Тең 2-ге. Кішіне квадраттың қабырғасы ұзындығы -2. Кішіне квадраттың ауданы S тең 2-ге. 2 көбейтеміз 2-ге тең 4-ге. Ал үлкен квадраттың ауданы одан 2 есе үлкенірек. S тең 4-ге. 4 көбейтеміз 4-ге болады 16. Кішіне квадраттар -8. S тең 8-ге. 8 көбейтеміз 4-ге болады 32. S тең 32-ге қосамыз 16 болады 48. Қане шығып кет класстан. Неге? Мен дәл дедім ғой. Шық деймін саған класс сыныптан. Осы Еланұрға ата-анасы жаңа киім алып бере ма? Әлде жумай ма? Сөмкесі де жоқ. Пакет ұстап жүргенін қараш. Қыздар ол кейде тұрады. Мен оны көргем ғой. Сендер ана үйді көрсеңдер шошисыңдар. Оған жыламай қойыңдар. Тағы бір ауру жоқ кетсе. Я, естігенім бар еді. Сол рас екен ғой. Ойбай жоқ, одан аулақ жүрекші. Негізі бұндайларды мектептен шығарып тастау керек қойшы. Қайшы қызыл кез сабаққа. Қанияны қорғаушың? Кімді айтасың? Өтірік білмей қалғанын қараш. Қақпас жаңадан келген қыз қайда деймін. Оны білмедім. Үй жұмыстарымды орындап қойғын. Әйтпесе, шаштарыңнан айырыласың. Ол неге сенің үй жұмыстарын жасау керек? Әлі өзіңнің басың істемей ма? Мынау келіп қалды ғой. Әлі сен жасап берің келіп тұрма. Керек болса, өзің жаса үй жұмысыңды. Біреу сенің талабыңды орындауға міндетті емес.
Аяру, қоя салшы. Тілің ұзын екен. Сенімен ертең сөйлесеміз. Сен мектепке не үшін барғың келмейтінін білем. Олар сенің жағдайың сөз еткен үшін бе? Сен өз болашағыңнан бас тартқаның ба? Бәрі сен ойлағандай емес. Мен оқығым-ақ келеді. Бірақ мен олардың мазақтап түрткеніне шыдай алмаймын. Сол үшін мектепке бармаймын. Сонда сен барлығыны топырақ шаша қарағаның ба? Сен де жақсы көретін адамдарың бар. Ешкімнен қорықпай мектепке кел. Сен не? Қашып кетем деп ойладың ба? Әлде ойынханадан құтылып кетем деп ойладың ба, ұтыл ба? Ақша қайда? Жігіт емессің ба? Менде ақша да, қалтада жоқ. Неге жоқ? Ақшаны қайтар тез. Өйткені маған анам ақша бермей қойды. Неге бермей қойды? Өйткені біз мектептен тегін тамақ ішіп жүрміз. Тегін тамағын тыға берме маған, түсіндің бе? Ақшаны қайтар, түсіндің бе? Ұтылып қалдың ба? Ұтылып қалдың. Бәстестік па? Бәстестік. Жігіт емессің ба? Намысың қайда? Жігіттер, қойыңдар. Сен кімсің? Или мынаның орнына ақша төлеп берем деп ойладың ба? Кімсің деме саған? Қой деме саған. Қоймасам ше, әлде сол ақшасын төлеп беруге келдің ба? Кімсің деме саған? Соңғы ескерту қой деме саған. Қоймасам ше, не істейсің? Не істеп жатсыңдар? Ұялмайсың ба? Не істеп тұрсың менің балама? Анашым. Жоқ, анашым. Мені бұзық балдардан құтқарып қалды бұл аға. Кімнен? Ахмет Алиден. Ахмет Али? Балам, тағы да сол Ахмет Алимен араласып жүрсің ба? Мен саған айттым ғой, онымен араласпашы деп. Ойынға тағы бардың да сонымен бірге? Рахмет саған балам, көмектескеніңе. Жүре ғой үйге бірге барып, шай ішейік. Жоғай, мен барамаймын, кету керекпін. Жоқ, үйге бірге барайық. Бұлай қалдыруға болмайды. Сен бүгін бізге көмектестің балама, я? Жүр, үйге апарып саған шай береміз. Жүре ғой. Жүр, кеттік бірге барып шай ішейік. Кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен? Аусыңды ашып айтшы, Мақсат. Мақұл ма? О, Бекжан? Бастайық. Тағы да. Үрметісім, әрістісім жасығым, Үйлерісім, арбайым, үнді басым. Әй, өлең айтпаш, даусың болса бір сірә, одан да спортпен айналыспайсың ба? Мен спортқа қызықпаймын. Ойбай, спорт жақсы ғой әнге қарағанда. Аласың ба, тез алшы. Маған ештеме қажет емес, бермей-ақ қойыңыз. Алмасаң алма. Әй, өлең айтпаш, даусың болса бір сірә, одан да спортпен айналыспайсың ба? Алдымызда болатын конкурсқа Мақсат барады Бекжан. Міне ала ғой. Өзің сондай жақсы бала екенсің. Ата-анаңа үлкен рахмет айналайын. Олар қайда жұмыс жасайды? Олар жоқ.
Түсінбедім. Мен жетіммін. Кешір, білмеппін. Анашым, жетім деген не? Іштем емес. Үрен қағым. Болды, мен енді кетейін. Кету керек. Қайда барасың? Отыра тұр. Кешкі ас дайын болып қалды. Сосын тағы сен мен жасты ұлым бар. Қазір келеді. Не, кетуім керекпін. Анашым. Әне, ұлым да келді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Шағымдануға келдің бе? Рахмет. Анашым, ол мұнда не істеп жүр? Екеуің танысып едіңдер. Ол ештеңе істеген жоқ. Қайта ол ініңе көмектесті. Көмектесті? Иә.